Bazılarımız betimizi açıp videomuzu koysa, hayırlı Hürmet Ana Hanım, sonra Саламатсыздар. Бірінші танысамыз ба? Жантану әлеміндегі отырғандар кім екен? Кітапханада отырғандар кім екен? Біразыңыз чатқа жазсаңыз, біразыңыз қол көтеріп микрофон қосып айтасыздар ма? Саламатсыз Ана Ханым. Көргенде өте қуаныштымын. Бүгін бұл жерде қатысып отырған қатысушылар, құрметті қатысушылар, бүгін мен жалпы Ана Ханыммен сіздер танысып өтіп деген жай тақырыбын айтып өтейін. Одан кейін өздеріңізді танысып өтіп деген ойдамын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ішкі сенімділік пен өзін өзі бағалаудың үйлесімі. Бүгін біздің қонақта спикер, психоаналитик орталық Азия психоанализ институтының директоры Анна Кудярова бүгін бірге. Бүгін сізбен қатысушылар, колледж студенттер қатысып отыр, жалпы қатысушылар және де бірталай мекемелер осында отыр. Өздерін таныстырып өтер деген ойдамын, Ана ханым. Немесе бастап берейін, хатқа жазып отырады. Иә, залда микрофон бар ма екен? Дауыс жету үшін. Менің бірінші сұрағым студенттерге. Сіздерде тәжірибе бар ма? Психологтың көмегіне жүгіндім дегендеріңіз қол көтеріңіздерші. Психологтың қабылдауында болдым деген бір адам мына жерден жантану әлемінде қол көтеріп жатыр. Тағы да сізде маған көмектесіп жатқандар кімдер бар екен? Санап бересіздер ма? Неше студент міне? Мен бір қызды ғана көріп тұрмын қол көтерген. Жалпы Ана ханым, бұл колледждерде колледж психологтармен топтық жұмыстар өткізеді, былай жеке болмағандықта қолдан көтеріп жатыр. Сонда сіздердің әр колледжде мен білсем психолог болу керек қой. Сонда сіздің колледждің психологына жүгінген, ол да сол менің сұрағыма жауап емес пе? Иә деген. Иә. Қазірше Сіздер яғни жауап берсеңіздер болады. ал енді колледждің психолог емес, басқа психологтарға, жеке кабинеттегі психологтарға бардым дегендеріңіз қол көтеріңіздерші. Мені қазір зерттеп жатқаным біздің жастардың арасындағы психологиялық сауаттылық, психологиялық мәдениет. Ал одан кейін әрине біздің әріптестеріміз, олар қалай өздерін таныстырып, сіздің колледждің психологтары жиі студенттермен кездесіп тұра ма екен? Сонда сіздер қазір қандай деңгейдесіз? Педагогикада контрольный срез деген бар ғой. Қайсы жаттығуды сіздермен өткізсем деген. Сондықтан қазірше бір 5 студент, ар жақтан, бер жақтан 5 студент қана. Сіздің бұйымтайыңыз. Менен сіздерге не керек екен айтып көріңізші. Бар ма студенттер? Мұғалімдермен қорқып отырсыздар ма? Көрдіңіз бе? Табылды. Жарайды, батыл қыз табылды. Айта қойыңыз. Залда, сыныпта микрофон болса жақсы еді, отырып-ақ сөйлесе бересіздер. Айта қойың. Саламатсыздар, Ана ханым. Менің есімім Дина. Тәсілген гуманитарлық техникалық колледжде оқимын. 3-ші курс студентімін. Біздің мамандығымыз жайлы, яғни біз бастауыш білім мамандығында оқимыз. Осы мамандықта қалай психологиялық тұрғыда балалармен жұмыс істеген тиімді және ата-аналармен жұмыс істеген. Жақындырақ келесіз бе? Мына жаңғырықтан сөзіңіз түсініксіз болып тұр. Қайталай ма? Иә. Біз бастауыш білім беру мамандығында оқығандықтан бізде қазір ата-аналармен себебі қазіргі ата-аналар бұрынғы қарағанда қысқаша қарайды қазір мұғалімдерге. Барлығы емес, барлығы қазір мұғалімдерге болған ата-аналар. Солармен психологиялық тұрғыда қалай жұмыс істеген тиімді және оқушылармен жұмыс істеген қалай
Мен дұрыс түсіндім бе? Бастауыш мектептің мұғалімдері сіз болашақсыз. Сонда енді ата-аналармен, одан кейін сол өзіңіздің оқушыларыңызбен қандай жұмыс істеу керек, сол ма? Сұрағыңыз. Бүгін біздің тақырыбымыз орысша айтқанда уверенность. Бірақ орысша тағы да самоуверенность деген сөз бар. Қазақша қалай аударасыздар соны? Өзіңізге сенімділік бұл уверенность болса. Ал самоуверенность дегенді қалай аударамыз? Не дегенде қазақшада өзіңізге сенімділік, етек сенімділік деп аударамыз ба? Ойым жеткілікті болу үшін біздің бәрігіміздің ұғымымыз, түсінігіміз бірдей болу керек қой. Сонда мен не туралы айтамын, сіз не туралы айтасыз? Енді мен ойлағам, әрбір студент өзі жеке зумда отырады деп. Қазір мына отырғандарыңыз онда бізге техникалық кедергілер. Мысалы, менің даусымды мүмкін сіздер жақсылап естіп жатқан шығарсыздар, бірақ жаңғырық болғандықтан мен сіздерді жақсы естіп жатқан жоқпын. Сондықтан менің бірінші ойым болған, бәріңізге жаппай бірдей бір жаттығу өткізу. Білесіз ғой, әрқайсыңыздың өзіңіздің зум болса, ыңғайлы, мен сізді көріп тыңдап тұрмын, сіз мені жақсы көріп тыңдап тұрсыз. Қазірше бұндай болмай тұр. Ал бұндай болмаса, онда менің екінші ұсынысым, ана колледжден, мына колледжден, қазір міне үшінші колледж қосылған сияқты, үш колледжден үш адам, үш ерікті табыла ма? Сіздер зумның алдына, экранның алдына, компьютердің алдына келіп отырсаңыздар, мен сізбен жеке жаттығу өткіземін, бірақ менің қойған сұрақтарым, менің берген тапсырмам, ол бүкіл залға қатысты. Қалғандарыңыз өзіңіз қалам, қағаз, ручка тағы не алып, телефонға өзіңіз жауаптарды жазып отырасыздар. Қалай, осыған келісесіздер ма? Ұйымдастырушылар, мұғалімдер, ыңғайлы ма осы формат? Студенттер бар ма, еріктілер? Жеке мына экран қасына келіп, ұйымдастырушылар көмектесіп жіберсеңіздерші. Үш компьютердің алдына үш студент отырса, әрбір колледжден бір студент. Топты көрсетпей ақ қойыңыздар. Менің ерікті клиентім, добровольный клиент. Компьютердің алдына отырсаңыз, сонда мен экраннан жақсы көремін, жақсы естетін шығармын. Иә, экранды ауыстырыңыз, мен сіздің тек аузыңызды көріп тұрмын. Иә. Микрофонды қоссаңыздар. Енді үшінші колледж. Екі колледж дайын болып тұр. Біз сізбен таныса берейік, үшінші колледж келем дегенше. Есімдеріңіз? Ерсін дедіңіз ба? Иә. Ерсін мырза, сіз қазір өз еркіңізбен келдіңіз ба, мұғалім зорлағандықтан келіп отырдыңыз ба? Даже өз еркім. Не дегенде сізге рұқсат, мұғалім зорлаған болса, онда қайтып орныңызға отырсаңыз болады, басқа бір адам, мен деп өзі батыл адам келсе болады. Жарайды. Ал сіздің есіміңіз? Иә, КТК ма? КГТК. Менің есімім Дина. Динара, сіз жаңа үшінші курспын дедіңіз, иә? Төртінші курсқа өткенмін, енді Дина. Так, жоқ, естілмеді. Сіз жақындырақ отырсаңыз болмай ма, мына Ерсін мырзаға ұқсап? Есімім Дина. Иә, Дина, жарайды. Сіз үшінші курс. Ал Ерсін мырза, сіз нешінші курс? Бірінші курс. Бірінші? Иә. Ал енді мына жақта ЕГЭК деген колледж. Кім отырды мына жерде?
Компьютердің қасында біреу отыру керек қой жауап беру үшін. Жұмыс істеу. Гуманитар педагогикалық колледждің студенттері отыр, бірақ оларда жалпы видео бір болып тұр да, бірақ менің алдында екі ерікті студент отыр. Қалай істесем екен? Мен көрмей тұрмын ғой, сіздер компьютердің қасында. Көрмей тұрсыз да? Ана камераны қазір мен жылжытайын онда, иә? Екі қыз отыр ерікті студент. Камераңыз бар ма, ноутбук бар ма, қандай? Олар соның алдына бірдеме. Қазір біраз дайындалып алайық. Қазірше біз дайындалғанша жаппай студенттерге сұрақ. Менің кім екенді жаңа естіп алдыңыздар. Психоанализ институтының директорымын, психоаналитикпін. Маған жеке қабылдауға келсеңіз, қандай сұрақпен келетін едіңіз? Қай жерде жеке сіздің өз басыңызға менің маман ретіндегі кәсіби көмегім керек екен? Соны ойланып көрсеңіздер. Так, біздің бір колледж бір жаққа ұшып кетті ғой. Жарыққа, бетін жарыққа қарап отырсыншы мына қыздар. Беттері қап-қара шпион болып кетті ғой. Қара маска киіп. Я жарық бар, бірақ қыздар жоқ қой. Иә. Менің сұрағым мынандай болып жатыр. Қазіргі бүгінгі тақырып бойынша адамның өз-өзіне деген сенімділікті қалай арттыру керек және де екінші сұрағым, қазіргі шығып жатқан детская травма дейді ғой, сондай детский травманы қалай жеткізуге болады? Мен бір жақсы жаңалықтан бастайыншы, әсіресе Дина ханым айтқандай, бастауыш мектептің балдары қазір сіздермен де салыстырғанда, біздің ұрпақпен салыстырғанда, психологиялық сауаттылығы өте жоғары. Мүмкін қазір микрофондарыңызды өшіріп тұрасыздар, кейін керек болғанда қосасыз, не дегенде шулап тұрсыздар. Иә. Біздің Алматыдағы психоанализ орталығындағы ең жас клиент 5 жасында келген. 5 жасар қыз мамасын айтып, маған да психолог керек деп, 3 жылдан бері міндетті түрде, жүйелі түрде аптасына бір рет 3 жылдан бері келіп жатыр. Қазір ол қыз 2-ші сыныпты бітірді. Сонда бұл сіздің болашақ шәкіртіңіз. Сонда сіз қалып тұрсыздар. Сіз мұғалім ретінде әрі психологпен бір айда жұмыс істеген жоқсыз, ал сіздің 2-ші сыныпты бітірген қызыңыз тек психолог емес, психоаналитикпен 3 жылдан бері жұмыс істеп жатыр. Бірнеше осындай мысал келтірейін. 9 жасар ұл мамасына айтады: сен не өзің оқи бересің ба, Анна ханымда? Менің де сұрағым бар Анна ханымға. Мен психологпын ғой, маған айта салшы. Жоқ, болмайды. Менің құпияларым бар, сырым бар. Мен Анна ханымды тыңдағым келеді. Сол кісімен сөйлесіп болайыншы, одан кейін мен өзім шешім қабылдаймын. Мен де психолог болсам бекен, болмасам бекен деп. Сөйтіп мамасы оны біздің психоанализ мектебіне жазып, сол мектептің ішінде 9 жасар ұл бала менімен кездесіп, жеке консультациядан өтті. Үшінші мысал. Ол да сол бір 9-10-дағы, енді нақты есіме шығып кетті, 9-10-дағы осы бастауыш мектептің оқушысы. Оған бір өтте күтпеген жерден бір операция жасау керек болды. Бірақ күтпеген жерде болғанмен, әрине әке-шешесі қорқады, ойланады, ұл баланың өзі ойланады, қорқады. Сонымен сол балапанның айтқан сөзі: мен шешім қабылдай үшін маған Анна ханымның консультациясы керек. Иә, мен білемін, сіздің ақшаңыз ол кісіге жетпейді, бірақ сонда да сұрап көріңіздерші, мынандай ұл бала бар, соның операциясы болайын деп жатыр, Анна ханым жәрдемдесем екен, мен шешім қабылдайынша операцияға барайын ба, бармайын ба деп қиналып жүрмін деп. Мамасы солай маған жазды, басқа қалада тұрады. Одан кейін мен айттым, онда балапаныңыз маған өзі жазсын деп. Кейін сол ұл бала өзі маған жазды: менің жағдайым осындай, ақшаның жағдайы осындай,
бірақ мен шешім қабылдамай тұрмын. Сізбен бір сөйлесем, одан кейін шешім қабылдаймын. Не дегенде ол операциясы өте қиын еді, не дегенде ол жыныстық мүшесінде. Операциядан кейін мен еркек бола алам ба? Мен бала туа алам ба? Менде бала бола ма, болмай ма? Көрдіңіз ба? 9-10 жасар балапанның қандай үлкен-үлкен сұрақтарды қойғаны консультацияда маған. Екеуміз ақылдастық, сырластық, бір пәс жылап алды. Өзіңіз жаңа Дина ханым айтқандай, оның да бары жоғы 9 жасар болса да, бірақ оның да балалық травмалары бар, өзінің әкесіне өкпе, шешесіне өкпе деп. Соның бәрін шешіп алдық та, одан кейін хирургтармен ақылдастыңыз ба, хирург не деп айтты деп, соның бәрін шешіп, керек жерінде мамасын кіргізіп, зумға кейін қайтадан мамасын шығарып. Сонымен ол баланың шешімі, я мен қорықпаймын, мен операцияға барамын, өйткенде мен еркек боламын, мен үйленемін, менде бала табуға мүмкіндік болады деп. Өзіне өзі жаңа сенімділік, өзіне өзі нейролингвопрограммирование деген бар, өзіне өзі сондай бата беріп, өзіне сондай бағдарлама беріп, одан кейін біраз өткеннен кейін шешесі маған хабарлады. Ұлым сізге рахмет айтып жатыр, ота жақсы өтті, барлығы жақсы болды деп. Ол Қазақстанның шет-шетінде тұратын балапандардың. Сондықтан мен осы соңғы 4-5 жылдың ішінде осы балапандарға қатысты қатты сыйлаймын. Одан кейін мен қуанамын. Бастауыш мектептің балапандары қазіргі 7-ден сол 11-12-ге дейінгі ұлдар мен қыздар психологиялық сауаттылығы өте мол. 11 жастағы, 12 жастағы, 13 жастағы жасөспірімдер балапандар бізге орталыққа келгенде, біз оған енді аңтан қалмаймыз. Ондай бізде үйреншікті нәрсе. Білмедім енді сіздер қай қаладансыз, қай жердесіз. Бірақ сіз жақында ғана бастауыш мектепті бітірдіңіз, біразыңыз кеше ғана орта мектепті бітірдіңіз. Сондықтан сіздердің психологиялық мәдениетіңіз әке-шешеңізбен салыстырғанда әрине жоғары болу керек. Сіз ең болмаса психолог бар, психологқа жүгіну керек деген идеяны білесіздер, ал сіздің әке-шешеңіз, әсіресе ата мен әжеңіз, ойбай, мен псих емеспін деп, психологтан да қашады, психоаналитиктен қашады, психотерапевттен қашады, психиатрдан қашады. Жарайды, енді психиатрдан қашқанды түсінуге болатын шығар. Бірақ психолог пен психотерапевт, медициналық емес психотерапевт, психоаналитик, әркімнің жаны бар. Жаныңыз ауырса, кімге баруыңыз керек? Тісіңіз ауырса, стоматологқа барасыз, тіс дәрігеріне. Аяғыңыз ауырып сынып қалса, хирургке барасыз, ортопедке барасыз. Ал жаныңыз ауырса, кімге баруыңыз керек? Әрине, психе деген жан, психолог жан туралы ілім. Кезінде Шәкәрім ақын, Шәкәрім қажы жан сыры деп атаған психология деген. Енді ол әдебиге жақын болғандықтан біз қазір енді ғылыми термин ретінде жан сыры деп алған жоқпыз. Психология деген терминді қалдырдық, бірақ осы психология жан сыры. Сондықтан сіздердің бүгінгі кездесуіңіз өзіңіздің жаныңыздың сырымен кездесуі. Ал енді менде 4 көмекші болып тұр. Сіздермен бастайық. Зал мұқият тыңдайсыздар. Менің қойған сұрақтарыма сізде өзіңіздің диктофоныңызға, өзіңіздің телефоныңызға тағы бір жерге жауап бере беріңіздер. Ал мына менің 4 көмекшім мына жерде шынайы әңгіме айтуға дайын бекен. Ал Динаны білемін дайын, Ерсін мырза дайын. Ал сіз екеуіңіздің, сіздің аты жөніңіз? Дәурен қызы Бағмай. Сіздер қаншалықты дайынсыздар? Шынайы жауап беруге. Дайынсыздар. Окей, онда не дегенде сіздер тек өзіңіздің сұрағыңызға жауап алмайсыз, сіздер бүкіл колледжге, осы бүкіл отырған студенттерге қазір көмектесесіздер. Сондықтан алдын ала сіздерге алғыс жариялайын. Барлығыңыз көзді жұмыңыздар. Менің 4 геройым да, 4 кейіпкерім басқаларда. Бүгінгі таңға дейін бүкіл өміріңізді елестетіңіз. Елестеткенде сол оқиғалар, біреуіңіз 17 жаста, біреуіңіз 20 жасқа жақындап қалдыңыз. Бүкіл өміріңіз үшін 5 балдық жүйемен бірақ баға қойыңыз. Қыздар жұмыс жасаймыз, көз жұмамыз, залдағы қыздар. Әңгімеге уақыт жоқ, залдағы. Анар ханым, айтасыз ба? Орыс тобыда отырайық бұл жерде. Жарайды, орысша да айтайын.
Пожалуйста, все закрыли глаза. Никто никому не мешает. Вы ничего не пишете. Телефоны оставили в покое. Закрыли глаза и представили всю свою жизнь до сегодняшнего утра. Вы представили свои полные 17 лет, свои 20 лет, ну, кто-то у меня тут и 45 лет представит. За всю свою жизнь, пожалуйста, по пятибалльной системе поставьте одну единственную оценку. 1, 2, 3, 4, 5. Максимальная оценка 5. Все показатели, критерии ваши. Көрсеткіштер сіздердікі. Ойыңызды аласыз ба, бойыңызды аласыз ба, қарым-қатынасты аласыз ба, карьераны аласыз ба. Все критерии ваши. Это может быть ваши внешние данные. Это может быть ваши способности, это ваши отношения, это ваша учеба, это ваша работа, это ваша финансовая ситуация. Қандай көрсеткішті алсаңыз да бәрібір. Бұл сіздің көрсеткішіңіз, бұл сіздің өзіндік бағаңыз. Итак, это ваша собственная самооценка. Пока я вам минуту-другую объясняю, скорее всего, у вас у всех в голове уже появилась оценка. И это будет та самая глубинная, самостоятельная, собственная самооценка. Приготовились. Если у вас вдруг есть колебания 2 или 3, 3 или 4, 4 или 5, вы можете сейчас сделать выбор в ту или иную сторону. Ну, если сможете показать 3,5, конечно, вы можете показать 3,5. Итак, поднимаем правую руку и показываем столько пальцев, сколько баллов сами себе поставили. Выше. Пожалуйста, учителя, организаторы там на месте, помогите мне, посчитайте примерно сколько того, сколько этого. Вы можете видео снять, вы можете фото снять. Да, подержите, пожалуйста. Қолдарыңызды сәл көтеріп тұрыңыз. Енді көзді ашуға болады. Можно открыть глаза. Пока держите, пожалуйста, руки. Я прошу опустить руки только тех, кто поставил себе 5. Ай, менің екі кейіпкерім. Қолдарыңызды ұстап тұрыңыздар дедім ғой, түсірмеңіздер деп. Не опускайте руки. Опускают руки только те, кто поставил сам себе 5. Остальные держат. Теперь, пожалуйста, опустите руки те, кто сам себе поставил 4. 4 қойғандар, енді қолды түсіріңіздер. Қалғандарыңыз ұстап тұрасыздар. Вот, пожалуйста, на местах организаторы, помогите мне. Сколько человек поставили сами себе 3? Видно, я на экране у себя вижу 2 моих помощниц. Теперь, пожалуйста, опустите руки только те, кто поставил себе 3, а те, кто поставил 1 или 2, еще держим. Так, мои организаторы, есть у вас там на местах студенты, кто поставил себе 1 или 2? Держат они еще руки? Жоқ. Мгм. Топта жоқ. Топта ондай жоқ. Бір-екі. Жоқ, менде тұр ғой, міне өзіне өзі 2 қойған бір қызым мына экранда отыр. Жарайды, басқаларды көріңіздер. Керек болса, кейін оларды да шақырамыз. Ал енді мына жерде микрофонды қоссаңыз, өзіне өзі 2 қойған қызым. Микрофонды қосуды білесіз ба? Зумда егек деген. Мен дұрыс көрдім ба? Сіз өзіңізге өзіңіз 2 қойып тұрсыз ғой. Кто там учитель? На месте помогите? Или техпомощник? Жоқ, ерсін емес. Мына 2 қыз отыр ғой. Жеңіскүл апай. Кім ол жерде көрсетіп жатыр маған? Аха, ол жерде менде қыздар көрсетсеңіздер балдарыңызды. 4 Біреу 4 қойды, біреу 2 қойды. Біреу 2 қойды. Міне осы қызбен біз қазір сөйлесеміз. Экранға сәл көбірек жақындырақ отырасыз ба қазір мен? Ал өзіне өз қайтадан микрофонды өшірмесеңізші, жеңіс күрсі созасыз ба? Все. Иә, өзіне Қосын. Иә. Менің тек сізге сұрағым, неге өзіңізге өзіңіз 2 қойдыңыз? Почему сами себе поставили 2? Все, кто поставил себе 1 или 2, тоже про себя отвечаете. Можно на бумагу записать, можно на диктофон. Айта қойыңыз, жауабыңыз.
жауап бере беріңіз. Сізге сұрақтар не қойыңыз. Өзіңіз бір Пожалуйста, все остальные не разговариваем, только моя героиня, моя клиентка говорит сейчас. Вот атыңыз есімнен шығып кетті, просеканың қасындағы отырған қыз. Сіз жаңа өзіңізге өзіңіз екі қойдыңыз. Енді тек сізге сұрақ. Өзіңіз аяулым, аха. айта қойыңыз. Аяулым, неге өзіңізге өзіңіз екі қойдыңыз? Қандай көрсеткіштер? Может, вам на русском легче? Пожалуйста, на русском. Even in English, we can talk in English. Мамандыққа қатысты дейді. Мамандығыма әлі көңілім толмайды. Қаттырақ айтамын. Аяулым, сіз өзіңіз жауап бере алмайсыз ба? Ақырын сөйлеп жатырды. Сізге громко говорить, онда жақындырақ отырыңыз, микрофонға жақындырақ отырыңыз. Камераға. Жарайды, онда. Қазір ше тоқтай салайық, онда кейін жауап беретін шығарсыз. Қазір тыңдап отыра беріңіз. Тағы да өзіне өзі бір мен екі қойған студент бар ма? Камераға жақындай аласыз ба? Организаторы, помогите мне. Были такие студенты, кто сам себе поставил один или два? Мен отырған залда жоқ, Анна ханым. Хорошо, ждем другие залы. Вас 3 залы. Жерде жоқ. Так. Дина, сіздің залыңызда? Мұғалімдер көрмеді ма, байқамады ма? Жарайды. Жаңа Просека деген қызым өзіне 4 қойды. Дина, сіз неше қойдыңыз? Ұмыт қалдым. 3 қойдыңыз жаңа, иә? Онда дұрыс есімде. Онда Дина, сізден бастаймыз. Неге өзіңізге өзіңіз 3 қойдыңыз? Иә, микрофонды қоса қойыңыз. Жақсылап айтыңызшы, жаңғырық естілмей жатыр. Енді өзімнің өмірлік себептеріне байланысты өзіме үш бал белгіледім. Иә, соны айтасыз ба? Мынау үшін деп ең болмаса бір 4-5 көрсеткішті. Топтың Мына жерде қазір көпшілік адам отырғандықтан мен айта алмауымда мүмкін қысылып отырғаным да бар. Ол нәрсені айтуға келмеймін енді. Оны жеке отырып айтуға болады, бірақ былай көпшіліктің алдында айтылатын нәрсе емес менің өмірімдегі. Онда ол құпиялы көрсеткіштер. Құпиялы. Жалпы көрсеткіштер. Мысалы, дипломым жоқ, машинам жоқ, сол үшін 3 деген. Сондай бір көрсеткіштеріңіз бар ма? Егер осындай дүниеге қарайтын болсақ, әрине көлігім әлі өзімнің права дейді ғой, алдымен көлік алу үшін права алу керек. Правамды ала алмаған, өзім тестімді сатып алып тұрып, тестіме дайындала алмай қалғаным. Сол да кішкене өкінішті болып тұр. Мамандығыма енді басында разы емес едім, қайта ақырындап өзім естеп қабылдап жатырмын мамандығымды. Ал қалғандар Мысалы, мамандығыма деген махаббат әлі де байқалмайды. Тағы да бір жерде өзіңізге өзіңіз көңіліңіз толмайды ғой. Айта алатын жағдай бар ма? Қай жерде өзіңізге өзіңіздің көңіліңіз толмай тұр? Где вы сами себе не нравитесь? Где вы сами собой недовольны? Денсаулық деп айтсам, ақырай құпиялы болады. Тек денсаулық болды. Еще раз поймем. То есть вы недовольны с качеством своего здоровья? Да. Окей. Тогда я понимаю, что есть какие-то условия, да, например, когда вы можете сами себе поставить 5. Қашан, қандай жағдайда өзіңізге өзіңіз 5 қоя аласыз? Что такого должно быть в вашей жизни, когда вы скажете, да, я довольна собой, я ставлю себе 5? Что нужно для этого? Когда я себя полностью, когда өзімді толықтай қабылдай алған кезде дейді ғой,
Yani қабылдамаймын демеймін, қабылдаймын өзімнің өзімнің нем ұнайды, сыртқы бейнем деп айтайыншы, сыртқы бейнем өзіме ұнайды, бірақ мен қазір енді бастап жатқан ісіммен рухани дамысам, өзімнің рухымды көтерсем, мүмкін көңілім толады, мүмкін бес баллдық шкаламен өзім бердім. Да, вот давайте попробуем определить. Если будет вот это, если будет вот это, если будет вот это, я поставлю себе. Когда? Что? Какие условия для этого нужны? Ну, когда вот диплом аламын, анамның арманы орындаймын. Ну, енді біреудің емес, енді өзімнің анам болғандықтан, анамның арманы орындаймын. Яғни ол көлік алу, өзімнің қызым көлік айдата деген арманы болды. Сондықтан мен көлік айдауым керек. Ол менің уже 7 жастан бергі арманым деп айтсам болады. И универде мен өзімді үйретемін. Яғни сондай арманым орындалса, тағы бір әкеме көлік. Вот менде қазір енді әкеме көлік және адалдар. Енді қазір жасым әлі 18-де болғанымен, жоқ жұмысқа шықпайын, карьера қуалайын деп айтпаймын. Себебі қыз баласының тағдырына педагог жұмысқа шығу бұйырған, сол үшін осы 5 нәрсені қазіргі кезеңде осы 5 нәрсені қалаймын. Осы 5 нәрсені орындалса екен. Так, зал вы помните, да? Я задаю вопросы для Дины, но вы отвечаете про себя на все вопросы по своей истории. Дина, вот давайте про машину. Итак, вы хотите купить машину. Когда? Сколько времени надо для этого? Что именно надо, чтобы вы купили машину? 2 года. Вот когда это будет? Сколько лет, сколько месяцев? Так, пока отмечаем 2. Так, а теперь диплом университета. Вы собирались в университет? Да. Да. Так, и когда это будет? Мен юристы, это уже екінші образование решение аламын. Ну, примерно через 5 лет. Через 5 лет. Так, теперь сколько времени вам надо, чтобы реализовать мечту своей матери? Она 5 лет. Тоже 5 лет. Что там у нас еще было? Что, с папой, да? Там как? Да. Там сколько времени? Ну, когда мне будет 20. Мы с вами подсчитали, что в ближайшие 5 лет оценку 5 вы сами себе не можете поставить, потому что то-то, 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 да? Машины нету, мечта не выполнена, в университет еще не поступили, диплома университета нету, и там подарок для папы тоже еще не готов. Но вы говорили про здоровье. А чтобы за свое здоровье поставить 5, что вам нужно и как долго это будет? Ну, думаю, на всю жизнь. То есть тогда вы за всю жизнь ни разу себе 5 не поставите? Вот представляете, какая жизнь у вас будет? Вы с оценкой 3 и будете жить, даже если у вас будет диплом университета, даже если купите машину и себе, и папе, и маме, и брату, и свату. У вас никогда тогда не будет оценки 5. Оценка 5 мы сейчас послушаем. У нас есть люди, которые 5 поставили. Мы до них дойдем. Все, вам спасибо. Ерсин Мурза, сизге келегенде. Ерсин Мурза, вы сразу отвечаете на мой второй вопрос. Что вам нужно для того, чтобы самому себе поставить 5? Не керек сізге? Қандай жағдайда? Қашан өзіңізге өзіңіз 5 қоя аласыз? 1 балды қосу үшін не керек сізге? Сен қанша деп бағаладың өзіңді? Өзім 5 деп бағаладым. А, у вас 5 было? Нет, тогда другой вопрос. Я думала, у вас 4. Тогда мы сюда переходим. Пожалуйста, 4 у меня поставили. Егек. Я бірінші қыз. Я сол просекка қыз. Кешіріңіз, есімдеріңізді сақтай алмадым. Я. Айтыңыз, сізге не керек? Өзіңіз 1 балл қосу үшін. Сенімділік керек, яғни сенімділік пен қорқыныш бірге жүреді.
Сонда қашан, қандай жағдайда өзіңізге өзіңіз бір балл қоса аласыз? Что нужно для этого? Айттыңыз ғой өзіңіз сенімділікті қосу керек деп. Окей, сенімділікті қосу үшін, нығайту үшін не керек екен сізге? Қолдау керек, даму керек, талпыну керек. Қалай дамисыз? Қалай талпынайсыз? Қай жерде талпынасыз? Нақтырақ айтсаңыз. Жақындарыңнан, отбасыңнан және саған сенетін адамдардан қолдау толық болған кезде. Олар сізді қолдамасашы? Кетары десеші? Өзің талпыныс, яғни өзің сенімділік керек. Иә. Енді сол қалай талпынасыз? Қай жерде үйренесіз талпынуды? Неше ай керек сізге, неше жыл керек талпынып беске жету үшін? Бір жылдай уақыт. Сол бір жылдың ішінде не істейсіз? Міне 26 жылы маусым айында мен осындай мақсат қойған едім. 4-те едім. Ал енді 27 жылы маусым айында өзім 5 қойдым деп. Сонда бір жылдың ішінде, 12 айдың ішінде не өзгеру керек? Қалай өзгертесіз? Нені өзгертесіз? Жан-жақты даму, жоспар құру, алдыға мақсат қою арқылы. Дұрыс. Енді қандай жоспар құрасыз? Не деп жазасыз жоспарыңызда? Мысалы, жоспарда 1, 2, 3 дейді, иә? Әртүрлі іс-әрекет. Қандай бірінші шара, қандай екінші шара жазыласыз? Не жазасыз? Шындықты айта берсеңіз, ешкімнен қорықпай қойыңыз. Бұл тек сіздің жоспарыңыз ғой. Сіздің ойыңыз, сіздің арманыңыз, сіздің фантазияңыз. Не керек екен? Бірінші өзің жасаймын деген істі жасау, яғни соған қол жеткізу. Келісемін. Сол істің атауы бар ма? Істің атауы бар ма? Өз ісіңді істеу. Жарайды, қандай іс ол? Атап берсеңіз, мен түсінбей тұрмын сізді қазір. Мамандық бойынша мамандыққа деген өзің зейініңді ашу. Қалай ашасыз соны? Мен мысалы қарным ашса, көшеге шығамын да, дүкен қайда деп сұраймын. Бірінші далаға шығу, екінші дүкеннің адресін білу, үшінші дүкенге кіру, төртінші ақша төлеу, бесінші нанды алып далаға шығу. Міне осы жоспар, қарным ашса. Ал сізде қандай жоспар? Мұғалімдер тыңдамай қойыңыздаршы, мұғалімдер үндемей отырыңызшы, өзі жауап берсін. Мен келістім сізбен. Сіз мамандықта өзімді дамытам дедіңіз. Қалай дамытасыз? Сонда сіз өзіңіз білмей тұрсыз, иә? Маған нан керек. Бірақ ол нанды қай жақтан іздеймін, қалай іздеймін, білмей тұрсыз, түсінбей тұрсыз. Сонда ешқашан өзіңізге өзіңіз 5 қоймайсыз ба? Өзіңізге өзіңіз 1 балды қызғанып тұрсыз. Сондай ма? Сәл ойланыңыз, біз қайтып келдік онда. Ерсін мырза, кешірім сұраймын, мен сізден 4 деп көрдім ғой. Мына саусағыңыз қалай көрсеттіңіз маған? Жарайды, 5 болған. Айтыңызшы енді бүкіл студент қауымына, маған да түсіндіріңіз. Не үшін өзіңізге 5 қойдыңыз? Өйткені мен өзім ата-анам жанында, денсаулығым мықты, арман мақсатым айқын, қол жеткізе аламын, сондықтан 5 деп қойдым. Қандай армандарыңыз бар екен? Арман болашақта туризм саласында дамытып, сол туризм саласы бойынша. Қандай елдерге жоспарлап қойыңыз баруды? Қандай елге тур? Елде жоспардаман осы Қазақстанның төңірегінде. Ішкі туризм сізде, внутренний туризм, сондай ма? Қазақстанның қай жақтарында болмадыңыз әлі? Қай жерге барғыңыз келіп тұр? Айта берсін. Қазақстанның көпті жерлеріне бару мақсатым, сол жерлерге барам бұйыртса. Сізде жоспарда жазулы тұр ма? Иә. Менде мысалы бұрын Қатон Қарағай деген жазу бар еді. Оған барып келдім. Бұрыбай деген жазу бар еді, барып келдім.
Ақтау деген бар еді, барып келдім. Бірақ енді Ақтаудың ар жағында да көп нәрсе бар екен. Енді жоспарға соларды жазып қойдым. Ақтау, Маңғыстау өңірінде 256 әулие жерлер бар. 256 болмаса да бір 5-6-сын көріп келу керек деп. Алматы облысында мысалы Көлсайды. Сондай жоспар бар ма сізде? Мұғалімдер. бар ма дейді. Жоспарым Жоқ, онда жоқ екен, қазірше білмей тұрсыз. Сондықтан менің сұрағым күлкілі болып тұр ғой. География мұғалімі сіздерге не карта көрсетпей ма, глобус көрсетпей ма, Қазақстанның картасын білмейсіз ба, жер атауларын білмейсіз ба? Жарайды. Айтыңызшы, сізде стипендия бар ма? М? иә бар. Стипендия бар. Сізде бір ерекше Қазақстанда болмаған стипендия бар ма? Кәдімгі қатардағы стипендия ма? Бәрі де сондай стипендия алады. Мысалы, сіздің артыңызда отырған адамдардың бәрі примерно сондай стипендия ала ма? Бірдей стипендия аламын. Бірдей стипендия. Айтыңызшы, сіздің үйіңіз 5 қабаттық үй ма? 1 гектарда бау-бақшаңыз бар. 5 қабатты үй ма? 5 қабатты үйде тұрасыз ба? 1 қабатты жер үй ғой. 1 қабатты жер үй. Тағы да, мысалы, отбасыңызда 5 адам болса, 5 бала, 5 машина бар ма? Жоқ. Сондықтан әлі Қазақстаннан сыртқа шыққан жоқсыз. 5 машина жоқ, 5 қабатты коттедж жоқ. Бірақ сонда да өзіңізге өзіңіз 5 қойып аласыз. Сонда өмірге ризасыз, қарым-қатынасқа ризасыз, мұғалімдерге ризасыз, мамандығыңызға ризасыз. Көп нәрсеге риза болып тұрсыз ғой. Мысалы, денсаулыққа, өзіңіздің денсаулығыңызға ризасыз ба? иә, ризамын. Не дегенде, кандидат мастера спорта болмасаңыз да, бірақ ризасыз. Жүгіруді білесіз, жүруді білесіз, көруді білесіз. Рахмет сізге, Ерсін мырза, рахмет. Пожалуйста, всем обязательно ответьте на вопрос, да, почему вы себе поставили такую оценку и что вам нужно, какие условия нужны для того, чтобы поставить самооценку 5. Мына жерде егер өшіре салсаңыздар микрофонды, басқалар естісін. Я. Чуть позже я вам дам слово. И обратите внимание, насколько вы жадный человек. Вы забыли, что это самостоятельная, собственная оценка. Сами себе многие люди просто дать 5 баллов где-то там на уровне мысли, вы пожадничали. Почему вы такие жадные? Почему вы такие критичные? Почему вы сами себя так строго судите? Потому что точно так же относятся к вам ваши родители. У нас уже, конечно, время заканчивается, но если мы с вами отдельно встретимся, есть продолжение этого задания, этого упражнения. И вот теперь вспомните, как вам кажется, ваша мама какую оценку вам ставит? Вы когда-нибудь слышали, что говорит папа? Қалай бағалайды әкеңіз сізді? Какую оценку ставит ваш папа? И, возможно, в основном сейчас вы повторили оценку своих родителей. Тогда, получается, вы все еще под подолом в объятиях своих родителей. У вас все еще нету самостоятельной, собственной оценки. Өзіңізге өзіңіз жеке тұлға ретінде әлі қарап атқан жоқсыз. Өзіңізге өзіңіз әке-шешеңіздің көзімен қарап атсыз. Өзіңізді өзіңіз әке-шешеңіздің құлағымен тыңдап атсыз. Солардың айтқан пікірін қайталап атсыздар. Когда очень суровые родители, вы ставите себе очень суровую оценку. Критикующие родители вам говорят: ой, адам болмайсың. Критикующий родитель говорит: недоросль, ты ЕНТ не сдал, ты еще диплом не получил, ой, бог мұрын, ой, сопляк, когда там у тебя еще карьера будет, когда у тебя машина будет, ой, елдің баласын қарашы, жұрттың баласын қарашы. И всегда получается какой-то там соседский ребенок или какой-то знакомый ребенок, он лучше, а вы всегда хуже, и вы к этому привыкли. Я не знаю, насколько сильно вам дают уроки психологии, но внутри психологии есть такая тема, как
защиты, психологической защиты. И среди них есть идентификация с агрессором. Мұғалімдер кейін қазақшаға аударып түсіндіріп беріңізші осы ойды студенттерге. Идентификация с агрессором. Мама с папой агрессор, мама с папой жандармы, мама с папой критиканы. И вы точно так же сами по отношению к себе критиканы, жандармы, агрессоры, сами не любите себя, сами душите себя, сами плохого мнения о себе. Хотя, допустим, объективно, вы молодые, и если вы на этом вебинаре сидите, значит, руки-ноги есть, физическое здоровье есть, значит, голова работает. Если бы голова совсем не работала, вы бы в студентах не были. Да, глаза видят, уши слышат, а сердце хочет чего-то нового, поэтому вы здесь сидите. И тогда посмотрите, что делает Ерсин Мырза. Он такой же студент, как вы. Вот ничем особенно он не примечателен. Мы не услышали, что папа у него миллиардер, что мама у него эстрадная звезда. Он такой же обычный парень, как и вы. У него такие же родители. Скорее всего, родители тоже с него что-то требуют. У него такая же стипендия, как у вас. Ну почему он любит себя и почему себе ставит 5? Он не жадный, он добрый к себе. А вы все на этих же условиях, но вы сами себе посмотрите, какие жадные, какие строгие. Я предполагаю, это потому, что Ерсин Мырза счастлив и радостен, потому что его родители дали ему ощущение любви. И Ерсин знает, мама с папой меня любят. Да, иногда они меня ругают, да, иногда они там критикуют меня, но я уверен, что мама с папой меня любят. И когда у вас есть чувство любви от родителей, это не то, что мама говорит, ой, мен сен үшін жанымды берем, сен үшін үйтем, сен үшін бүйтем. Про любовь мамы должна говорить не мама, про любовь мамы должен говорить ребенок. Мама может и любить, но ребенок у меня в кабинете плачет, что мама его не любит. Вот это вот внутреннее ощущение «меня любит мама» есть у Ерсина, поэтому Ерсин сам себе поставил 5. И я думаю, Дина, вот вам ответ на вопрос, что делать и как работать с маленькими детьми. У детей с 1 по 4 класс, с которыми вы будете работать, у них должно быть ощущение «я любим мамой». Ең болмаса мамам мені жақсы көреді, болды. Кішкентай балапан үшін мамасы бұл бүкіл әлем, бүкіл дүние. Мама мені жақсы көрсе, ар жағы ештеме керек жоқ. Не дегенде мен жақсы көретін мамам, мен мамам жақсы көрем, сондықтан анау да барлығы мына дүниеде болады. И вот тогда над этим мы и работаем. И посмотрите самооценка, да, что я вижу, допустим, Дина молодая, активная, смелая. Посмотрите, сколько студентов, и самой первой выходит Дина, да? И я удивлена, что Дина умница, красавица, и так тоже пожалела для себя 1 балл и никак не может себе 5 поставить, хотя голова мыслит, понимаете? Дина задала очень много вопросов, в отличие от всех от вас. И как преподаватель, я 16 лет все преподаватель, 16 лет начала работать в пионерском лагере, в детском лагере вожатой. С тех пор я все время обучаю кого-то чему-то. А многие студенты же, как где сидели, так и сидят. Но, может быть, послушав меня, послушав Ерсина, у кого-то из вас сейчас поменялась самооценка. Мен өзімнің мысалымды келтірейін. 20-30 жылдан бері осы мысалды келтіріп жатырмын. Бұрын кеңес кезінде мен бірақ тілде сөйлейтін едім, тек орысша сөйлейтін едім. Мне было достаточно говорить по-русски, я получала 5, все вокруг, все замечательно. Но потом пошла перестройка, мы получили независимость, и мне сказали, я этого хотела, хочешь в Казгу работать? А тогда надо на казахском. И тогда я взялась за казахский. Сіздер айтқандай тырыстым, талпындым за целый год. Одно слово переводила, никак не могла смысл этого слова понять, перевести свою статью. Статью свою я написала на русском языке, а теперь ее надо было перевести. Но со временем я владела казахским языком. Қазір өздеріңіз тыңдап біліп тұрсыздар менің қазақ тілімнің деңгейі қандай болған деп. Ал одан кейін 50-ге жақындағанда мен психоанализді тауып алдым. Психоанализді Қазақстанға алып келу үшін ағылшын тілі керек болды. И поэтому под 50 лет я начала изучать английский.
И сейчас я могу писать статьи на английском, я могу проводить вебинары на английском. У меня бывают слушатели из Индии, из Таиланда, из США, еще какие-нибудь страны. Поэтому и каждый раз русский 5, 2 языка русский, казахский 5, 3 языка тоже 5. А почему я должна себя не уважать и себя не любить? Да, на английском произношение у меня страшное. Когда 50 лет, уже вы знаете, голосовые связки не те, произношение у меня очень страшное. Но главное, я понимаю. И меня понимают, да, и я до цели дохожу. Бағана айтқандай, мақсат қойдым да мақсатыма жеттім. Почему я не должна ставить себе 5? Когда-то было так же, как вы, там, без диплома. Но потом несколько дипломов появилось, только нужно время, да, уставала, да, спала вместо того, чтобы к лекции готовиться. Но все равно закончила университет, закончила аспирантуру, написала диссертацию. Байға да тидім, ұлды да таптым, қызды да таптым, карьераны да жасадым. Это все со временем просто приходит. Но почему, если вы еще молодой человек, нужно обязательно ставить не 5, а нижние оценки? Вот поэтому у меня теперь вопрос, и, наверное, Дина сейчас как раз тоже включит микрофон, да? Мұғалімдер маған көмектесіңіздер. Вопрос такой. У кого сейчас изменилась самооценка? Өзіндік баға кімде өзгерді? Тек өзгерді дегендер қол көтеріңіздерші. У кого поменялась самооценка, пожалуйста, поднимите руки. Вот, посчитайте, пожалуйста, местные организаторы, сколько человек поменяли. А я теперь, Дина, пожалуйста, слушаю вас. Включите микрофон. Вы мне помогали же, теперь дальше работаем с вами. Так, ваш комментарий, пожалуйста. Мгм. Сізде өзгеріс жоқ, сол 4-пен әлі тұрып жатсыз. Біз бағана келістік, өмір бақи өзгеріс. Бірақ жаңа бірдеме қосам деп едіңіз ғой, соған микрофон. Вы же вроде хотели микрофон включить, какой-то комментарий сказать. Ол мен қасымдағы Да, давайте, хорошо. Сіз бағана сұрақ қойдыңыз ғой, ол сол сұрақ бойынша. Слышу. Вот другой там, отключите, пожалуйста, микрофон. Может, у вас шум какой-то, поэтому я здесь плохо слышу. Ару. Да, или ату. Да, пожалуйста, продолжайте. Қандай сұрақ дедіңіз жаңа? Сіздің сұрағыңыз бар ғой, не себептен 4 балл, не себептен 5 емес? Да. Сұраққа жауап бере берсем болады ма? Айта қойыңыз, не керек? Өзіңізге 5 қою үшін не керек сізге? Өзіме 5 қою үшін 5 шарттан бастайды. Бірінші, ол ең басты өз-өзіне деген сенім, одан кейін ол спорт, одан кейін ол дисциплина, одан кейін ол мотивация, одан кейін ол ең бастысы ол режим, ұйықтау. Егер де мен уақытында тұрып, уақытында ұйықтасам, ол яғни адамның барлық жағына көмектеседі. Яғни менің болашақта диплом алуыма да, машина алуыма, финансовый жағынан да, және де психологиялық тұрғыда да адамға ең бірінші режим, дисциплина, мотивация и самоуверенность дейді ғой. Сенімділік, сол жағдайлардың барлығы орнаған кезде жалпы біздің өмірімізде жақсы нәрселер болады. Сол жағдайда мен өзімді 5-ке бағалаймын. Енді соған қосымша ғой. Қашан? Оны бүгіннен бастауға болады. Яғни ол бірден болмайды, бәлкім ол бір жыл, яғни ол адамның өзіне байланысты. Сіз жаңа айттыңыз, мен өз уақытында жатсам, өз уақытында тұрсам деп. Енді кім кедергі жасап жатыр? Неге өз уақытында жатпасқа? Яғни оған ешкімге кедергі жоқ, ол барлығы өзіміздің қолымызда. Сонда сіз неге өзіңіздің уақытыңызда жатпай жатсыз? Неге режимді, тәртіпті бұзып жүрсіз? Мүмкін ол енді әртүрлі себептермен болуы мүмкін. Мүмкін сабақ, жұмыс, бірақ оның барлығы жай ғана сылтау дейді ғой. Міне өзіңізді біліп тұрсыз, түсініп тұрсыз. Сонда маған керегі, жаңа 1 баллды қосу үшін бірнеше уақыт керек деп тұрсыз. Сол уақыттың ішінде мынаны жасаймын деп. Сол жоспар қайда? Сіз өзіңіз айттыңыз, бүгінгі тақырыпты. Өзімнің сенімділігімді арттырсам деп. Жарайды, келісейін, дұрыс нәрсе.
Қалай арттырасыз? Қашан арттырасыз? Как вы будете укреплять свою уверенность? С чего начинаете? Первый шаг, второй шаг, третий. Бірінші шарт өзіме деген сенімділік, яғни әрбір жасаған ісіме өзіме сену, өкінбеу. Екінші ол менде ең басты ол спорт. Спорт, мотивация. Өзіме деген Да, сенімділік. вот теперь как вы будете свою мотивацию повышать? Что для этого нужно от вас? Вы же будете, это же ваша мотивация. Менің мотивациям ол спорт. Что для этого нужно? Чтобы вы свою мотивацию повысили. Спортпен шұғылдану. Ну, например, я подскажу. Наверное, вам можно сходить на прием к психологу, пройти сколько-то часов личной консультации, разобраться в себе. Может быть, вам нужно посещать регулярные какие-то групповые тренинги, чтобы тоже посмотреть по сторонам и разобраться в себе. И, может быть, скажем, а мотивация тоже. К чему мотивация? Мотивация учиться, мотивация жить, мотивация выйти замуж, мотивация переехать, мотивация написать диссертацию. К чему мотивация? Пожалуйста, вот над чем вам работать. Мне печально, что до сих пор никто из вас не сказал, чтобы повысить самооценку, надо прибегать к помощи специалиста, к помощи психолога, например. Поэтому очень много работы для ваших психологов, для психологов, которые работают в колледже. Спасибо вам. Спасибо. Итак, если в зале кто-то, кто поднял свою самооценку, например, было 3, стало 5, было 4, стало 5. Есть такие студенты? Ну-ка, учителя местные, помогите мне. Посмотрели в зал? Угу. Теперь давайте мы договоримся так. Мне напишут, наверное, Женскуль ханым или Лязат ханым, дайте, пожалуйста, психологам из этого колледжа мой WhatsApp, потому что я их буду приглашать все эти 3 месяца на бесплатной супервизии, на бесплатные тренинги для психологов, для руководителей и для педагогов. Поэтому вообще-то любой учитель любого колледжа, вы можете тоже записаться к нам, потому что вот по результатам, Женскуль, вы потом мне дадите статистику, да? И нужно будет эту статистику отработать. И одан кейін мына Аяулым деген қызым, сіз бүгін өзіңіздің колледждің психологына консультация маған керек, апай, ағай деп барсаңыз. Келістік па, Аяулым? Барлығыңыз өсіп қалған, енді кішкентай бала емессіздер, өсіп қалған, как на английском мы говорим, young adult, юный взрослый, молодой взрослый. Сондықтан осы жерде осыны біліңіздер. Өзіне өзі бірді қойған, өзіне өзі екіні қойған адам, онда ішкі жағдайы өте қараңғы, өте төмен, нашар көңіл күй болып тұр. Сонда вы, если поставили себе самооценку 1 или 2, это значит очень много печали, очень много горького в вашей жизни, и поэтому внутри у вас черная краска. Ну а чтобы избавиться от этой черной краски, конечно, нужно прибегнуть к помощи психолога, тем более я знаю, психолог в вашем колледже работает для вас бесплатно. Но если вы можете позволить себе, да, пожалуйста, напишите мне на WhatsApp, в вашем городе, в вашем районе, возможно, есть мои ученицы, психологи, я вас соединю, но тогда вам придется платить. Да, может быть, и небольшие деньги. У меня есть ученики, которым нужна практика, и которые за 1000 тенге, за 2000 тенге, но онлайн, индивидуально вам помогут с вами поработать. Поэтому, уважаемые студенты, если у вас есть такой запрос, пожалуйста, пишите. Договорились? Ал енді қорытынды ғой, по всем законам любого такого тренинга или разговора с психологом, пожалуйста, сначала 4 человека или даже уже 5 моих помощниц и помощников, и все другие. Бүгін не аламын деп келдіңіздер, бүгін қандай сезіммен не алып кетіп жатсыздар. С какими мыслями, чувствами вы пришли сегодня на эту встречу? С какими мыслями, чувствами вы завершаете и уходите с этой встречи? Для многих из вас, я думаю, это первая встреча с психоаналитиком. Но вы здесь, в Казахстане, поэтому онлайн или офлайн в Алматы, давайте встретимся.
Ну и скоро в Астане я буду, поэтому если кто-то в Астане, давайте в Астане на всякие тренинги записывайтесь. Ал менің 5 көмекшім қорытынды. Бір сөйлейді. Мынандай қорытынды бар, яғни мен өзіме 4 балл қойдым және оны өзгертпедім. Себебі менде әлі қорқыныш бар. Мен сіздің айтқаныңызды түсіндім. Мысалға, бізде еріншектік, артқа тарту, өзіне деген сенімсіздік бар. Оны жою үшін жоспар, мақсат керек. Мысалға, біз бүгін түсіндік, ертеңге 10 іс жазсақ, ертең соны істеп бітіруге алға мақсат қою керек. Бұл өзіңіздің сөзіңіз ба, мұғалім? Рахмет. Ары кеттік. Менің есімім Мырзахан Мерей, 100 тобының студентімін. Бүгінгі сабақтан мен түсінгенім, Айта қойыңыз. Өз сөзіңізді айта мен берсеңіз. өз ойымды өзгертпедім. Мен өз өзіме іш қойған болатынмын. Бірақ ойымды әлі де өзгертпедім. Сізді толық түсіндім және тыңдадым. Алдағы уақытта өзімді өзгертуге тырысамын. Менің өз өзіме іш қойған себебім, менде әлі еріншектік, жалқаулық әлі де көп. Сіздің сабағыңызбен өзгертемін деген ойдамын. Өкінішке орай, мен сіздерге түсіндіре алмаппын. Мен сіздерге жақсылап түсіндірсем, Мерей ханым, сіздің ішкі бағаңыз өзгеретін еді. Ішкі бағаңыз өзгермеді деген екеуміздің арамызда тікелей байланыс бола алған жоқ. Мен түсіндіре алмадым, сіздер түсіне алмадыңыздар. Әлі де кездесулер керек шығар. Жарайды, ары кеттік. Дина ханым. Ол сізге байланысты деп ойламаймын. Себебі адамның ішкі өзіне қойған балы, ол адамның өзіне байланысты. Яғни мен өзіме жауап беремін, өзіме жауап берсем, ол қиялы себепті мен өзіме іш қойыппын. Соны түсіндірсін, мен сізді түсіндірдім деген ой. Енді мен түсіндім, психологпен жұмыс істеу басқа, психоаналитикпен жұмыс істеу басқа екенін мен түсініп тұрмын. Сіз арқылы оны түсіндім. Менен бір құрбыларымдар түсінді деген ойдамын. Сізге көп рахмет. Консультацияңызға мүмкін, я попаду, мүмкін. Мүмкін. Иә, мүмкін сіздің айтып тұрғаныңыз, сіздің өзіңіздің ішкі жүйеңізде 4 деген баға ең жоғары баға. Сондықтан 5 деген баға ол менің бағам. Бірақ неге сіздер өзіңіздер 10 қоймадыңыздар? Неге өзіңізге өзіңіз 100 қоймадыңыздар? Ол мен шартты түрде 5 деп айта салдым ғой. Сіз соған да жеткен жоқсыз ғой. Сондықтан иә, сізбен келісетін жерім, сізге міндетті түрде психологпен жұмыс істеу керек. Иә, потенциал бар, ішкі күш қуат бар, бірақ оны ашу керек. Ана тұқым дән жерде жата берсе, оны біз суғармасақ, одан ешқандай гүл шықпайды ғой. Ал енді алма ағаш өсу үшін сол жердегі дәнге, ішкі ресурстарға онда су құю керек. Оған психолог әрине көмектеседі. Ал жарайды енді, арпа ішіндегі бір бидай, сізге сөз. Ерсін мырза, микрофон қоспайсыз. Сұрағыз Семен. Иә, айта қойыңыз. Сонда қандай қорытынды мен қайтып баратсыз? Мен өзім жақсы қорытындымен қайтып бара жатырмын. Сіздің кейбір сөздерің маған көмектесті. Дәл қайсысы? Жоспар жазу дегеніңіз, сол сөзіңіз маған көмектесті. Жақсы қорытындымен қайтып бара жатырмын. Ерсін мырза, ыржимай, күлмей отырсыз ғой, сонда менен қорқып тұрсыз ба, қасыңыздағы мұғалімдерден қорқып тұрсыз ба? Сіз басқалармен салыстырғанда герой болып тұрсыз ғой, өзіңізге өзіңіз 5 қойып, мынандай құлаққа дейін неге ыржимасқа? Ризамын деп тұрсыз ғой. Көбі мына қыздардың жылап тұрғандары, әке шешелері олар уысында ұстап шығармай тұр еркіндікке. Сізде сол еркіндік бар сияқты, өзіңізге өзіңіз 5 қойғансыз. Ал бірақ неге енді күлмеске? Күліп жүрген Буратино деген кино естеріңізде ме? Ертегі Буратино деген. Буратино үнемі күліп жүреді. Сондықтан барлық адам онымен дос болғысы келеді. Ерсін мырза, сіз күліп жүрсеңіз, мына қыздың жартысы сіздің артыңыздан жүгіріп жүретін қыздар болады ғой. Өзіңізге 5 қойсаңыз тағы күліп жүрсеңіз, ой, мына жігіт қандай тамаша жігіт екен деп. Жарайды, рахмет. Залдан бар ма тағы қорытынды жасайтындар?
жарайды. Енді Бар, Анна ханым тағы бір қызы бар екен. сәлеметсіз бе, менің атым жонбаева Диана болады. Мен басында өзіме үш қойған болатынмын. Және де сізді тыңдағаннан кейін мен өзімнің төртке жоғарыладым десем болады. Өйткені мен өзімнің емес, ата-анамның көзқарасымен қарағанды түсіндім. Өзіме көп ожидание қойып қойғанымды түсіндім. рахмет сізге. Міне бірінші мені түсінген студент осы. Ішкі жұмыс болған осы. Сондықтан осындай ішкі жұмыс болса, сіздер психологқа жүгінсеңіздер, онда скорость у вас быстро пойдет. Просто вы и так идете, но психолог как специалист поможет, и ваша скорость по повышению мотивации, уверенности, конечно, повысится. Всем всего доброго. Может быть, Жеңіс Гүл, тогда вам завершающее слово и жало уже опоздала. Ондай өзім нақты отырғандай болып тұрмын. Анна ханым, сізге көптен көп рахмет айтамыз, студенттердің аттарынан, қатысушылардың аттарынан. Енді дегенмен де ауылдан шыққан балалар яң болып жатыр, ойларын еңдеп жетті, бірақ дегенмен де қазір ғана сөйлеген біздің өзі жаңағы өздерінің ата-аналарының бұл қойған бағаларын көрсетіп тұр. Ары қарай да жұмыс жасауға талпынып, қазір жаңа толып отырған студенттерден шын айтсам 6 студент қана қалып отыр осында. Яғни ары қарай жұмыс жасасақ деп отыр. Сіздің жаңағы сабақ алуға, өзімен жұмыс жасауға осында бір 6 студент қалып отыр менің залымның. Сондықтан да бұның өзі бүгін сіз сол 6 студентке әлі алдында өміріне сенімділік беріп отырсыз деген айтамын. Сізге көптен көп рахмет, студенттердің атынан, қатысушылардың атынан рахмет сізге көп. Статистиканы жасайтын боламын. Негізі менің залымнан қатысты 100 бала қатысты. Бірақ сол 100 баланың ішінен 6 жаңағы студент қалды. Шынайы. Сондықтан Жеңіс Гүл ханым, осы 3-4 колледждің басшылығына дұғай сәлем. Балық басынан шіриді. Студенттер белсенді емес, онда мұғалімдер белсенді емес. Сондықтан біз қазір 3 ай бойы мұғалімдерге тегін психологиялық көмек өткізіп жатырмыз, көмек көрсетіп жатырмыз, соларға белсенді түрде қатыссын. Біз 3 ай мұғалімдерді жақсылап қамырды илегенде илеп формасын қатырып берсек, сентябрьден қыркүйектен бастап осы студенттердің де белсенділігі, мотивациясы, түрткісі, ішкі түрткісі жоғарылап кетеді. Сондықтан директорлеріне менен дұғай сәлем. Біздің вебинарларға тегінге келе қойсын. Сау саламат болыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Рахмет.